Дильшат Айгүл ханым, сізге Алла разы болсын. Үлкен рахмет. Сізге рахмет айтқым келген еді. Терапиядан кейін өзімді жеңіл сезініп жатырмын. Кәдімгідей күшті, кәдімгідей күшті сезімде отырмын. Алла разы болсын. Мың рахмет сізге. Жаңағы неде терапияда сіздің айтқандарыңыздың бәрі кәдімгідей в точку айтасыз ғой. Мен өзім таң қалдым. Прям өзіңіз де мана айттым ғой сізге. Таң қалып отырмын ғой кәдімгідей. Қалай деп кәдімгідей да. Кәдімгі сіздің білімділігіңіз бәрі мықты сіздің. Жұмысыңызға жауапкершілігіңіз. Сізге үлкен рахмет. Спокойно ішімде тыныштық, кәдімгі гармония, өзімен өзім бақытты. Баламды айтқанын тыңдап жатырмын мына жақта. Енді сөзбен айтып жеткізе алмаймын бәрі. Өзімен өзім еркелеп тұрмын, бірақ сырт көзге білініп тұрған жоқ қой, бірақ өзімен өзім ұялып тұрмын деп. Бүгін енді құдайға шүкір жақсы кәдімгі ішімде гармония болып жатыр өзімен өзім. Мен кәдімгі көзім деген уставший болып жатыр бүгін, басқаша ерекше жарқырап тұр көзім деген. Шешемде соны байқап мына. Сіздің айтқандарыңызға мен прям таң қалып отырмын. Неге деп сұрақ қоя бердіңіз ғой ішінде. Неге деп сұрақ қоя берген дейсің. Оказывается, ол неге деген сұрағыңыз менің ар жағымнан шығару керек екен ғой. Бірақ кәдімгі точно бәрін айтып отырсыз ғой, кәдімгі айтып отырсыз. Мен шығармасам да сіз соны өзіңіз бір жағынан маған көмектесіп соны сорып алып отырсыз ғой. Мен сіздің сондай білгіңізге қадалып шыны керек. Сізге үлкен рахмет, Алла разы болсын.